Тәуекел Муслим 1988 жылы желтоқсанның 9 жұлдызында Алматы қаласында дүниеге келген әнші, тележүргізуші және актер. Кішкентай кезінен Тәуекел спортқа жақын болған, әрқашан футбол ойнағанды жақсы көрген, тіпті футболист болу оның бала кезіндегі арманы. Тәуекел Муслим машина жасау мамандығын бітіріп, инженер-механик мамандығын алған. Студенттік жылдары тек қызықты кездер ғана емес, өмірінің маңызды кезеңі болған. Себебі Тәуекел өнер саласында өзін сынап көргісі келді. Бастапқыда модель болып, кейін жарнамаға түсті. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Черно-белый қылайын ба? Басын ба? Иә. Жоқ, светлый істейбізші. Мына видеоны не үшін көрсеттің? Негізі Тәуекел Муслим келу керек еді, бірақ келмей қалды. Енді ана жігіттің түсірген еңбегі бар ғой енді. Нұржан, сізде жалпы қанша клип бар? Бір 50 шақты деп айтсам, өтірік айтамын ба екен? Мен өзім санаппын негізі. Өте көп екенді. Шығынбейсіз ба? Көпшілікті мазалайтын сұрақ, неге қара бала? Сіз баласы ба? Әлі? Енді қазір қара бала кезінде шығарған ғой негізі оны. Сонымен көңіл жас қой, әлі сол қара бала болғым келеді, бірақ 40 жаста қалай атайтын кейде өзіме қызық негізінде. Сіздің әндеріңіздің аттары көбі жүрек деген әнмен бітеді екен. Мысалы, жылайды жүрек, бір жүрек, мендік жүрек. Неге именно жүрек, неге асқазан емес? Неге өкпе емес? Неге почка емес? Мысалы, жылайды почка. Негізінде оны мойындаймын. Әннің атауына келгенде, бұл кезде ешқандай әзілсіз. Жылайды жүрек әні елге таралып кеткеннен кейін, шамалы енді айтқан кезде бір соңғы бір жақсы шыққан хиттарымның, соңғы жақсы шыққан туындыларының бірі деп өзім есептеймін. Елдің алдына жақсарғаннан кейін, мен сол жүрек сөзін бір кішігірім бір дәстүрге айналдырып алдым десем де болады. Әннің атауына келген кезде ойланып толғанып, сол егер жүрек сөз менің әнімде болатын болса, ішінен мысалы бір жүрек әнді, бір жүрек, мен аяқта мендігі жүрек. Мысалы мына соңғы шыққан мендігі жүрегім атты әнінде бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы деп атау болады да негізі қайырмасының атауы бойынша. Бірақ ол біріншіден ұзақ болады деген сияқты. Бақытты күндер десем тоже банально, бақытты түндер тоже банально. Егерде біздің Қазақстан әншілері әннің орнына өсек айтса, онда бізде мынандай концерттер көп болады. Мысалы, сағындырған өсектер ай, өсекпен әнші. Сосын сол кезде біздің әншілеріміз өсекті қалай айтады. Мысалы, Димаш Құдайбергенов өсекті шыңғырып айтады. Қайрат Нұртас өсекті стадион жинап айтады. Тұрғали өсекті қырылып айтады. Ұрысып айтады ма? Кешудің қыздары өсекті ауыз басып айтады. Сіз өсекті қалай айтасыз? Мысалы? Мен қаралап айтам. Сіз кезінде Суперстар KZ-ге қатысыңыз. Мен сол кезде мектеп кезінде сізге дауыс бердім. Сол 25 теңгені қайтарып бересіз. Ондай, кстати, негізінде айтқандар болған негізінде. Шынымен сізге әзілдеп отырсыз ғой, бірақ дегенмен мен Балқаш қаласынан бір кішкентай қыз бала маған сондай бір үй үшін 100 000 теңгеге, енді ойлаңыз 2005-2006 жылдары ол үлкен қаражат деймін, 100 000 теңге деген. 100 000 теңгеден аса ақша жұмсап, былай айтқан кезде городскойда андай международный былай не ашық қойған ғой өздері. Енді өздерінен де қате кеткен үй ішінен. Сондай былай айтқан кезде бала базар келіп баса бере алатындай қылып қойған ғой. Бала шағасы сосын келіп анадай дауыстар бар. Бір сандық емес, 10 дауыс беретін бірден сондай дауыстар бар. Соны тоқтамай бере берген ғой. Сіз Қазақстан футбол құрамасының амбассадорысыз. Осы сөзге тілім келмейді. Амбассадор. Жалпы қалай екен шетелде қаңғып жүрген? Күшті. Күшті ғой енді. Сізде мен ойлаймын бәрібір азаматша біздің елдегі ондай дүниеге ұсыныс жасалынса ешкім отказ бермейді сияқты. Сіз жалпы бос уақытыңызда не істейсіз?
Мен бос уақытымда футбол ойнаймын. Сіз не істейсіз? Менде бос уақыт жоқ. Бос уақыт жоқ. Түс. Цвет. Мына кісі кім? Не алып жүрдің олар бе? Мен естуімше сіз караокеде Нюшан әндерін жақсы айтады екенсіз. Кім айтып жүреді? Нюша айтты, Нюша. Неше мен қайдан білсін? Новой волнада бір суретке түскен болмаса, былай ол қыз мені танымайды ғой. Егер де Есен Елеукин мен Тұрсынбек Қабатов бір лифтте тұрып қалса, не болады деп ойлайсыз? Сіз дүкенге барған кезде сауда жасайсыз, сол кезде зайчыға не аласыз? Мен зайчыға сағыз алам, ақша жетіп тұрса, сок алам, су алам. Сіз ше? Мен мысалы зайчы алмаймын. Біреуге жақсылық істеген жақсы ғой негізі. Жақсы, жақсы. Нұреке, ренжімесеңіз телефонды бере тұрсыз ғой, мен біреуге соқ жейін. Телефон ана жерде қылып қойған. Алло. Саламатсыз ба? Каспий банк па? Мен кредит алайын дегем. Нұржан болады есімім. Жердің кендігіне не пайда, егер де кедейін тарылса дейді. Сіз көбінесе тойға қандай аяқ киім киесіз? Ну енді конькиді санамағанда. Пима мен галоштан басқасын бәрін киемін деп айтсам болады. Сіздің сұхбаттарыңызды көріп тұрам. Я слежу за вами, да. Жалпы ютубтағы қазір білмеймін, инстаграмда біраз адамнан отписка жасағаннан кейін бе, маған қазір инстаграмнан көрі көбінесе ютуб қызықтау. Сондықтан ютубта болып жатқан соңғы жаңалықтарды барлығын қарап жүруге тырысам. Сіздерге рахмет, шақыртуларыңызға рахмет. Сәттілік. Болды ма? Тұра береміз, ә? Мен жүре берейін онда. Е?